Ошо бүт коюңуз чүйдөн келген экен да, э? Чүйдөн, Тилек Куналиевден келген көлдөн. Машалла. Канча баш эркек бар бул жерде? 9 баш. 9 баш. Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен, кой сүйүүчүлөрү. Учурда биз туугандар Жалал Абад облусунун Аксы районундабыз. Учурда биз мына Расул акебиздин короосуна келдик. Сатыла турган мыногу производитель кочкору бар экен. Анан жаш сүттөн бөлүнгөн коз кочкорлор бар экен буйруса. Могу кочкорду алам дегендер болсо чыгарылышыбызды аягына чейин көрүңүздөр. Биз учурда Аксыга келдик. Койлору азыр жайытта жүрөт туугандар, тетиякта айылдын сыртында жайылып. Ал эми мына ошо койлорду моякта сүттөн бөлүнгөн эркек козулар сатылып атыптыр. Чоң кочкор издегендерге чоң кочкор, жаш коз кочкор издегендерге жаш коз кочкорлор бар экен. Аксы жакта, Жалал Абад жакта болсоңуздар, мына агабыздын короосуна келиңиздер. Не деген айыл эле? Кызыл Капчыгай деген айыл экен. Кербенге жакыныраак жак туугандар. Кызыл Капчыгай деген айылда экен. Мына кочкор боюнча сөз кылалы, ушу чоң кочкорун сатып атыптыр. Расул аке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бу кочкор түйү каяктан, линиясы кандай, каяктан чыккан кочкор? Линиясы Красавчиктин линиясы деген. Түйү Карабалтада Вознесеновка деген айылда Азамат деген баланын короосунан алып келгенбиз. Булар канча жашта өзү, жашы боюнча? 3 жашка. 6 тишпи? 6 тиш. Өтө светлый экен, э? Бул небереси экен, Красавчиктин. Бала. Небереси окшойт. Машалла, гарбоностор өтө сонун экен, э? Жагы узун, светлый. Кулагы канча мунун? Кулагы 20, 19-20 да. Кулагынын формасы да жакшы экен. Мойну узун экен, э? Төштүү. Буйруса. Бул койго коюлду, коюлбады сизде? Коюлду. Козлар түшөлөк али. Козлар түшөлөк. Козлар түшөлөк. Мунун параметри канча өзү? Бою метрде алып келгенбиз. Кочкорду, э? Кочкорду. Машалла мына. Машалла. Муну кайра сатайын деп атасызбы эми? Кайра сатайын деп башка кочкор алып келдим эле дагы. Азыр көрсөтөбүзбү? Буйруса. Эми мунун ордун жаш кочкор толуктайбы? Ооба. 2 тиш кочкор алып келген. Муну сатайын деп атасыз ошондо, э? Сатайын деп атам. 20 койго 2 кочкордун бир кочкор жетет. Буйруса. Канча коюңуз бар өзү маточное поголовье? 22-23. 22-23 кою бар экен туугандар, маточное поголовье. Расул акебизде буйруса. Бир кочкор алып келиптир, анда көрсөтөбүз дейт. Буйруса, кийинки убактарда алам десеңиздер, ошо жаш кочкорду көрсөтүп коебуз. Ал сатылбайт, бирок мындай наценку деп коет го. Кийин мындай алам десеңиздер, ошо кочкордун тукумунан алсаңыздар болот Расул акебизден. Темага кайталы. Мына кочкор боюнча мына формалары, баштары, өң өтө жакшы. Жаңы кыркыпсыз, э? Кече кыркылды. Кече. Бираз темный көрүнөт. Анын үстүнө азыр күн батты, караң кирип келатат, бирок бул жака кечигип келдик. Бираз темный көрүнөт, бирок бул мен тартканда бирок бул светло рыжий болчу, э? Сап сары кочкорлор. Бирент өңдөө деген айтмады го. Бул Вознесеновкада Карабалтанан өткөндөн кийин Алексеевка деген айыл бар. Алексеевкадан Жайыл району бүтүп, анан Панфилов району башталганда биринчи айыл Вознесеновка деген айыл. Ал жерде Табылды, Азамат деген байкалары бар, экөө бири-бирине коңуш. Ошо Азамат байкенин короосунда муну көрсөткөнбүз. Ал жерде Широкийдин баласы, Шарпейдики, анан кыскасы көп да бар, 25ке сатты беле Шарпейдин баласын. 25 долларга сатты. Бул дагы видеого түшкөн, ошо видеону көрсөңүздөр болот. Расул акеге WhatsApp'тан жазсаңыздар, может быть ошонун видеосун көрсөтөт. Ошол жерден да бул кочкордун былтыркы 4 тиш мезгилин көрсөңүздөр болот. Кулак 20, бой метр деп алганмын деди. Светло-рыжий, линия красавчик. Буйруса 3 жаштан өтүптүр. Абсолют мезгилине, эң мыкты мезгилине келип жетиптир туугандар. Буйруса күчү тукум бере турган мезгил экен туугандар. Эми мунун баасын сурап кое берели, кап этпейли. Бул уруктукка жаратылып, уруктукка коюла турган кочкорду канчага коебуз баасын эми? Өзү чалса сүйлөшөбүз. Келишимди примерно канча миңден жогору дегенин да? 6 примерно 6000 доллар, э? 6000 доллар экен примерно. Ну, кызыккандар болсо, кочкордун неси плюс, мойну өтө узун кочкор экен, төштү. Бирок бели өтө узун экен, э? Бели узун. Сөз несине кызыгып алган сөз?
Мен şu başına svetları жий болып, başı sulu болып, beldiği koçkor жоғындығына. Başı öte uzun eкен. Так, бұл qoçqoruңuzды қойып жіберсеңіз де болады. Бұйырса сатыла тұрған qoçqor екен. Boş жүргенін көрелі. Денсаулық өте мықты. Машалла мына. Ана мына ол жерде красавчиктер бар екен. Красавчиктер мені қарағылашы. Қарасы бар екен. Күреңі бар екен. Светлыйы бар екен. Красавчиктер. Өзі арашан кішіне бағалап бір мұндай. Анша неме мұндай. Өте бачкабразный болбайды да бұлар. Бірақ екі тіс жарғанда жаман ұзарады да. Машалла. Расыл әке, бұл жаңағы қойлардың балдары талада жүрген? Talada жүрген балдар. Қойларыңыз чоң екен, Қойларыңыз чоң екен. Мына осы қозы қочқорчиктер. Оппа! Келу ешкі жауа келесем. Машалла, мына саннан сапатқа. Бұйырса, бұлардың түпкі тегі қаяқтан, енелері қаяқтан. Сұрайбыз. Машалла, кім жаш қозыларды іздегендер болса, Расыл әкеңізге келе бересіздер. Бияққа тосын, бияққа. Оша бұрышқа тосайлы, бұрышқа. Расыл әке, жаңағы қойларыңыз бойынша кеп қылайлы. Қойлар қаяқтың қойлары өзі? Қойлар Бишкектен алып келген бет. Күйдің қойлары? Графтың хожайыны Қанаттан алған, Мұхаммед Шарпевтан алған, Тілек Пыналиевтен алып келген. Жақынырақ барып көрелі. Бұлардың Карзай екінің балдары невресі болып қалады. Мадан Ақсақалдың Карзай Бірдің. Мадан Ақсақалдың қорасындағы Карзай Бірдің неврелері екен туғандар. Ал қошқор жоқ па азыр? Ал қошқор сатып кеткен, красавчиктің линиясын қошқорды алғанда сатып өргенбіз. Бұйырса, қойларыңыз сізді қандай? Жазғы күзгі туыт қылы өресіз, біле бой бағалы? Bir жылда туыша, туат. Олар биылқылар? Биылқылар февральскилер. Февральскилер. Февраль, март, ең ақырқалары уже апрель. Ең ақырқалар апрельдіктер екен. Ұрға сатап сатпайсыз? Жоқ, ұрға сатылатын. Жоқ, еркектері жалаң. Еркектері. Мысалы, мынау красавчикті көрдіңіздер, құлақтары ұзын. Мощный болып тұрады, құлақтары тамырлары шығып жайылған, мұның құда красавчик. Екі қара бір күрең бар екен, екі күрең. Қалғандары сары. Енелерін да көрдіңіздер, талада жайылып жүреді, өте соның ойлар екен. Мұғы красавчик, мысалы үшін мұнолар өте красавчик қошқарлар болады, барып. Қарашан қандай екен ақсыға? Жақсы жүріштері, жақсы жайлауға деле жақсы жүріп келді. Жайлауға айдайсыз? Қалды баштаған осы, жайлауды. Биылған айдары барды да, қошқор. Сіз жыл сайын еркегін бөліп сатасыз ба? Мысалы үшін ақсыда қошқор арашан қойтем дегендер, же менде чарба қойым бар, же гисарым бар, же афган қойым бар, же башқача қойым бар. Şu arашан алайын дедім әлі деп сізден келіп алырса, любой бағылы. Алышып атқан балдар. Сіз ем түпкітегі күшінелі қойларын бияқ алып келіпсіз. Қошқорды осы жақтан ташисыз. Бітті. Мынау қозыларды қаншадан қойысы ем? Misal үшін максимальный бағасы қандай, минимальный бағасы қандай бұлардың misal? Қозыларды да ошо ел қатарлы 25-тен өйді кете өретті жаңағына қарап. Қоз. Содалашса мындай $1000 төгірегі болады екен да, Соның. Ең мықтылар да, таңдаңыздар ке. Мұны таңдаңыздар, тетігін таңдаңыздар. Қара дегендер тетігін таңдаңыздар. 7 баш дедіңіз бе? 8 баш екен, 9 баш. Мұны өте жақсы оқшайды, Бұлар жақсы егісін түгейі. Бірақ арашанды білесіз бе, кішіне оғында бұлар өте башқа біразын болбайды тағымдай. Башқачалы болып тұру өлі анан қыштағы, екі тіс болғанда жаман елтейіп кетеді. Қаны бар екен, қанында бар несе оңайып кетеді. Мұндай тұра, арашан жаш уағында біраз мұндай мұяқта сөз бар ғой, суағай дегенші. Бұл суағай деген ұзын деген нәрсе. Ұзын нәрселер жаш уағында бір башқача болу өлі кейін чоң ойғанда мощный олып кетеді. Талшын мұнаулар чайнан отқандар мұрдалары жоғын болып шығып жақшы кен. Құлақтары жақшы 25.000 сомнан 100.000 сомға чейін дейдім. Содаласаңыздар, жана мен $1000 төгірегі дедім ғой. Примерно ондайларды алсаңыздар сонын екен. Қайсы қошқор? Бұл деген дан балазы, неврези.
Legendanын небереси? Прямой баласы баягы Хусейндин корозуна. О, Титаник. Азыр хит болуп аткан Титаниктин небереси экен да. Молодойдун бу Хусейн байкеденби? Хусейн байкеден. Кайсылар сатылат өзү? Ошол экөө дагы сатылат. Аркы легенданын небересиби? Легенданын небереси. Беловодскийден келген. Бул 25% алган бар экен да канынан да. Легендан. Чистатага. Машалла. Бери айдап коюңчу. Канча тиш алар өзү? 2 тиши жарды. Легенданын баласы. Молодойдун баласы мурунураак жарды. Тагыраак айтканда жашы 1 жаш 3 ай, 1 жаш 4 ай, 1 жаш 5 айбы? 1 жаш 5 ай, 1 жаш 4 ай ушундай. Молодойдун баласы эртерээк, э? 1,5 жашка чыга элекпи? Чыга элек экен. Так, ушундай токтоңуздар, токтозун бир. Булардын да баалары бар, э? Так, кимдердин короозунан чыккан? Бул Хусейндин корозунан чыккан. Бул, Айбек деген, Беловодскийде Айбек деген баланы. Болду туугандар. Чүйдүн кочкорлору, машалла, мындай кочкорлор. Кимде ким чоңураак бил күзгө жашыраак кочкор коем дегендер болсо, коюңуздар. Мына кочкор жүнү 40-тын атасы $25,000 Панфилов Эдил деген жигитке сатылды го. $25,000 үстүнө бир эркек колсун тандап алмайга сатылган, тагыраак айтканда. Жанакы спутникке чыгып хит болгон ушул Молодойдун прямой баласы, Молодой красавица деген Ришат Габбазовдагы эң жакшы көргөн коюнун баласы болот ошо Молодойчу. Тагыраак айтканда Титаниктин баласы. Красавицаны быйыл да сатпай койду, а? Ошонун кыздарын сатпай койду 4-5 башыны. Красавица өтө жакшы кой. 1-2 жол көргөм. Арашыноттор баалайт да. Ошондо ошол экөөнүн ортосунан, Титаник экөөнүн ортосунан Хусейн деген Молодой туулган. Ошол Молодойдун баласы бул туугандар. Хусейн байкен короонан экен буйруса. Энес Стариктин кыздарынан окшойт, а? Ошондой дегенми сизге да? Баш жактары окшош экен да Старикке. Шам болду туугандар, видео жыйынтайбыз. Моолардын баасын сурайлы. Андан кийин жыйынтасак болот туугандар. Легенданын бала тукуму канча, Титаниктин тукуму канча болот баасы? Экөөнүн тегине 1,5 миңден койдум. Экөө тең $1,500 экен туугандар. Мына шам болду, караңгы кирди. Бир аз чөмнү көрүнөт, бирок муногу өтө светло рыжий экен. Бул дагы обыкновенный рыжий деп коет го, рыжий өңдөгү кочкор буйруса. Мунулар дагы ушундай болот да, примерно муногулар. Буйруса өзүңүздөр Расул ака өзүнүн телефон номерлерине чалып байланышыңыздар. Кызыл Капчыгай деген айылда экен туугандар, Аксы району, Жалал Абад облусу туугандар. Ким Аксы, Алабука, Чаткал, Ташкөмүр, Майлуу суу, Жалал Абад ушундай жакыныраак жерден арашан алам дегендерге мына түпкү теги бүт баары чүйдөн келген малдар, чүйдүн арашандары буйруса бул жакка алып келип көбөйтүп аттыр. Буйруса мына жакын жерден көбөйтүп, ушундай фермерлик менен арашан менен алектенгендерден ушинтип жаш кочкорлорду ала бериңиздер.